бөдене мен түлкі. Бір заманда бөдене мен түлкі дос болады. Бір күні түлкі бөденеге: досым, сен мені бір өлердей күлдірші дейді. Бөдене: жарайды, соңыма ер дейді. Быт-былдық деп ұшып кете береді. Түлкі оның соңынан еріп отырады. Әлден уақытта бөдене бір ауылдың сыртына келіп қонып түлкіге: досым, сен осы жерде қарап отыр, мен сені қазір күлдірем дейді. Осылай деп бөдене ұшып барып сиыр сауып отырған бір әйелдің басына қонады. Мұны үйдің жанында ағаш жонып отырған оның күйеуі көріп: қатын, басыңа бөдене қонды, қозғалма, оны мен ұрып алайын дейді де, қол ағашты алып бөденеге жіберіп қалады. Бөдене ұшып кетеді, әйел сұлап қалады. Түлкі ішек сілесі қатып күледі. Түлкі әлден уақытта күлкісін әрең тыйып: досым, ризамын, өлердей күлдірдің, енді сен мені өлердей бір қорқытшы дейді. Бөдене: жарайды, мен быт-былдық деп ұшып отырам, сен көзіңді тарс жұмып менің соңымнан еріп отыр. Көзіңді мен аш дегенде ғана көзіңді аш дейді. Осылай бөдене быт-былдықтап ұшып отырады. Түлкі көзін жұмып оның соңынан жортып отырады. Бір кезде бөдене түлкіге: көзіңді аш дейді. Түлкі көзін ашып жіберсе, төңерегі толы ит жүгіріп, құс салған аңшы екен. Түлкінің жүрегі тас төбесіне шығады. Өлді деген осы екен деп, ол бар пәрмәнімен қаша жөнеледі. Ит, құс соңына түсіп қуады. Түлкі бір уақытта қашып құтылып, бір бұтаның түбіне келіп дем алып отырады. Әлден уақытта бөдене келеді. Оған түлкі ашуланып: қорқыт дегенде осылай қорқыт деп пем, сен мені қорқытпақшы емес, өлтірмекші болған екенсің. Сен маған дос емессің, қас екенсің. Мен сені жеймін деп бөденеге дүрсе қоя ұмтылады. Бөдене бір етіп ұшып кетеді. Бөдененің құйрығын осыдан шолақ дейді.